Достар, 16 қаңтар шығыстан сәлем. Сіздер бүгін жаттығу, сіздерге қалай жаттығу бастау керек көрсетіп, жаттығу алда міндетті түрде болсын деген қызды сондықтан қараңыз. Бірінші кезекте біз бастан бастаймыз. Басып алды бірі, екі, үші, төрті, артқа, оңға, екі жақ жағынан кезек. Бас кетті 30 сөз қырық жасап, соны қол міне. Бірі, екі, үші, төрті, екі, үші, төрті, екі, үші, төрті, бұдан 30 қырық жасасыңыз. Содан кейін иық кетеді. Бірі, екі, үші, төрті, бірі, екі, үші, төрті. Бұдан да 40 жасау керек. Содан кейін кеуден келеміз. Бірі, екі, үші, төрті, бірі, екі, үші, төрті. Осыдан да 40 жасау керек. Содан кейін бел кетеді бізде. Бел сол жақтан бастаймыз. Бірі, екі, үші, төрті. Енді керісі чоң қарайды. Екі, үші, төрті. Бел кетті. Енді біз сен істегенде, былай істеген дұрыс деп ойлаймын, өзім жеке осыдан 40-50 жасайсың. Төрті. Мен қыздырып алдым, содан кейін жалпы емізді. Буындарымызды ұстамыз, аяғымызды осылай. Содан міндетті түрде отырып тұру жаттығу бар. Ең басы жаттығу бірі осы. Қарнымызды айналдыратын жаттығу. Міне қараңыз. Алдымен тізе 90 градус болу. Жамбасын жаттығымен осылай бір 40-50 жасап. Екі, үші, төрті. Осыдан бір 50 жасайсыз. Өзіңізді шама-шамыз. Содан кейін міндетті түрде аяқ сөз. Жасайтын жаттығу келген кезде содан кейін жүгіреміз. Жақсы, пайдалы болса лайк басып, комментарий жазып тіркеліңіздер, және де сұрақтар болса қойыңыздар, жалғасы болады.